Сәлем берем, сәлем беру салтымыз, сәлем менен сөз бастаған халқымыз, өнерімізді көрсетуге жиналдық, армысыздар өнер сүйер халқымыз. Армысыздар халқымыз. Біз Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Нұрбалапан бөбекжайының бүлдіршіні Хамза Айризаның отбасымыз. Бүгін біз анам, әжем және мен сайысына қатысуға келіп отырмыз. Бүгін бізде қазақтың ұлттық тағамдары бауырсақ, құрт, май, айран дайындап алып келдіміз. Әже, не істеп отырсың? Айналайын ботам. Жүн түтіп отырмын. Жүн түту қазақтың салты, көптілік малдан, соның ішінде қойдан алады. Жүнді түтіп, шөп шаламынан тазартып, жуып, кептіріп, оны иіріп жіп жасайды, немесе көрпе жасайды. Мінекей мынандай көрпелер, осы жүн салып жасаған көрпеше деп айналайын. Көмектесе ғой айналайын. Мінекей бұлай соғып, түтіп, үйреніп ал қызым, бұл да өзіңе қажет болады. Әже, маған емек берміш, мен берейін депті. Айтайын айналайын. Басында қамағайды бір талысы айрылып, қамағайдан болдым күлкі, болдым күлкі. Айрылып, қамағайдан күлкі, маңда келеді, айрылып, Әже, сізге арналған тақпағым бар. Айта ғой айналайын ботам. Менің әжем гүл әжем, менің әжем алтын әжем, менің әжем қыз. Күн әжем. Сізге арналған тақпағым бар. Айта ғой айналайын. Анамды сүйемін. Сөзін тұруға үйемін. Анашымды ардақтап, басымды оған иемін. Айналайын тіліңнен. Өнерін істей берсін. Ал енді бәріміз дастархан басына жиналайық. Өскенде кім болғың келеді? Әнші. Өнерін істесін қызым, талабыңа нұр жаусын. Келіңіздер, ақтан ауыз дейік.